Сәлем достар, сіздермен бүгін осындай керемет шайдың рецептімен бөлісетін боламын. Өте оңай жасалады. Бар болғаны бізге 3 тілім лимон, 3 тілім апельсин, нават қажет және де нағыз табиғи бал қажет болады. Жасанды бал жарамайды. Бұның құрамына қант қоспаймыз. Сондықтан таза табиғи бал қосқандарыңыз жөн. Менде тау балы, содан соң кептіріп қойған мята және көк шайдан кішкене салып жібереміз. Бұл өте пайдалы шай, яғни қарапайым шайларға қарағанда көк шайдың пайдасы өте зор. Оны өздеріңіз де жақсы білесіздер. Осылай ыстық суымызды құямыз, шамалы демі шыққанша тындырып аламыз. Содан соң іше беруге болады. Бұны әсіресе үлкен астардан кейін ішкен өте пайдалы. Газы бар сусындардың орнына қолдансаңыздар тіпті керемет. Бұл қазіргі кездегі тұмау, әртүрлі иммунитеттің әлсіреуі кезінде жақсы көмектесетін шай. Тіпті көк шайды осы мятаны салмай-ақ, орнына ягода қосып, фруктовый шай қылып ішсеңіздер де болады. Ол кезде де жақсы шығады. Немесе заварка кішкене қосып, шай сияқты пайдалана берсеңіздер болады. Бұл өте жақсы көмектеседі. Астың қорытылуына адамда бір жеңілдік, жайлылықты сезіндіреді. Осылай керемет тәттілермен бірге ішсеңіз де болады. Оның өзі де жартылай тәтті болып келеді, өйткені біз қант қоспаймыз, тек нават пен балдан ғана тұрады. Құрамы өте оңай, заттары да қолжетімді. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі шай болып шығады. Қонақ келген кезде дайындап берсеңіздер, өте керемет шай болып шығады.